Бай болу бұйырмайтын ер адамның белгілері. Әрбір әйел адам қасында нағыз ер адам болғанын қалайды. Біздің көпшілігіміз бұл тұжырымдамаға қаржылық байлықты да саламыз. Қарым-қатынастың алғашқы кезеңінде сіздің таңдаған адамыңыз ақшалай табысқа жете ме, жоқ па, оны қалай түсінуге болады? Кейбір ерекшеліктерден байқауға болады. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Бірінші, көп сөйлейді, аз жасайды. Ер адам мен қалаймын деген сөзді жиі қайталайды. Жоспарларымен бөліскенді ұнатады. Сен үшін бақытты өмірді қалай құратын айтады. Бірақ жылдан жылға сіз жағдайдың өзгермейтінін байқайсыз. Жоспарлар көп, әрекет аз. Жалпы, мұндай адамның мінез құлқын баланың жағдайы деп сипаттауға болады. Ол тек мәлімдей алады және ештеңе істемейді. Екінші, өмірге көп шағымданады. Шағымдануды ұнататын және сәттіліктер үшін кез келген адамды кінәлауды ұнататын ер адамдар санаты бар. Үкімет, бастықтары, әріптестері, әйелі, балалары, айналасындағы барлығы кінәлі, тек өзі таза адам болып қалмақшы. Олар әрқашан бір немесе басқа мәселеге кінәлі. Сонымен қатар олар болып жатқан оқиғалардағы рөлін байқамайтын сияқты. Осындай ер адамдардың өмірі өзінің дамуынан гөрі оны қызықтыратын сыртқы жағдайларға байланысты. Әдетте, мұндай адам басқаларды сынау мен алкоголь ішу, темекі шегу сияқты эмоцияларды білдіру құралдарымен шектеледі. Яғни, әрекетке көшуден бұрын олар одан сайын жағдайды ушықтыруға бейім. Үшінші, әйелді зұлымдық ретінде қабылдайды. Біреу қастандық теориясын, яғни теория договоровқа сенеді, ал басқалары ең бай адамдар әлемді басқарып отыр дегенге сенеді. Ешқашан байып кетпейтін адам бұл барлық зұлымдық әйелден деген сенімі бар адам. Мұндай ер адамның түсінігінде әйел ақшамен қоректенетін тіршілік иесі. Сондықтан ол әйелдерді меркантилділік дәрежесі бойынша бағалайды және бұл қасиетті өзіне қабылдамайды. Дегенмен ол қасиет өзінде де бар. Өйткені ол тек әйелге ғана емес, сонымен бірге өзі үшін де ақша жұмсаудан қорқады. Бір сөзбен айтқанда, ол өзін де басқаларды да бағаламайды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, кез келген жетістік мәселесіндегі ең бастысы ниет екенін ұмытпаңыз. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Егер видеода айтылған ақпарат ұнаса, лайк басып, астыға комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жазып кетсеңіздер болады. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Бұл видеоны поделиться кнопкасы арқылы барлық WhatsApp чаттарға, Instagram парақшаларға таратыңыз. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына себепкер боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.